достар, сендермен бірге Ay-shyn ТВ. Достар, бүгін біз Атырау қаласының шеткі жағы Сарайшыққа баратын боламыз. Сарайшық тарихи орын. Сол жақтан сіздерге мәлімет береміз. Ендеше кеттік. Біз қазір Сарайшыққа баруға машинеге отырайын деп жатырмыз. Сәлем достар, біз Сарайшыққа келдік. Достар, біз мұражайға кіретін боламыз. Достар, ғасырдан жаңағы жібек жолы өтті деді ғой, соның картасы. Қай жерден бастап алса да, мысалы Қытайдан, Пакистаннан, Индиядан, Қоймадан шықса да, елден шықса да, ол Сарайшық қаласының үстіне. Мынау не әлі? Аяқ-киімнің сағанына қағаз алды. Үшесіне қағаз, аяқ-киім жерінде жүр. Мәлі, енді бұл күні кешеге дейінде болды. Ана қандық құрттырған мезгілде қаптар көп келетін болған. Ол өнер, жаңағы сауда саттығы мол, басқа да өнерлері бар. Болғасын жаңағы қаптар жібек жолы өтіп жатыр ғой үстіне. Жазында 12 мың халық келетін болған, қысында 5 мың халық келетін болған екен. Соған ойластырып бір ой туындайды оған. Қолдан көл жасайды, көлге секер септіреді. Оған аққулар қонады, түрлі құстар қонады. Айналасында орман тоғай жеміс-жидек ағаштары болады. Сансаған бұлдары болады екен. Көлдің суын 15 күн сайын ауыстырып тұратын болған, секер-сектерге өзгеріп кетуі мүмкін ол сондықтан. Сонда көп ұлдарының ішінде жалғыз қызы болады екен. Қызы өте көрікті сұлу әдемі қызына алтыннан қайыр жасайды, алтыннан жасау жасайды. Сол қайырымен осы көлде серуендеп жүретін болған. Айналасында жаңа секер сеуіп жүргенінде құстардың көптігі соншалықты жайындақтан су алайын десе, жайындап өтеліп алатын болған екен. Олар жетқан көшеден өмір сүрген, аңдық тұрған көшеден қалған. Бірақ жаңағыдай ғой, өгінді дүния мүлкімен бірге көметі болған, ер тұрманы, алтын бірдеңелерімен көметі болған жоқ. Сондайда бізді жомарттыққа ұшыраймыз, бірлеріз далада қалады деп жаңағыдай көметі болған.
Ал мынау астабақтар, қақпақтары. Мынау біздің 2000 жылға дейінгі найзамыз, жебе. Dostlar, біздің артымызда Сарайшық қаласының орны. Кеше көрейік. Достар, бұл жерде астында дүкен болған, ал төбесінде 2 қабатты қонақ үй болған. Dostlar, қала сенің таңда орналасқан екен. Достар, осымен біздің саяхатымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге саяхат ұнады деген үміттеміз. Еліміздің тарихын бірге таниық. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.